Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Александр Македонский, яғни қазақта оны Ескендір Зұлқайнарын деп атайды. Адамзат тарихындағы ең үлкен қолбасшыларының бірі, яғни осы қолбасшы өмірде жеңілмеген деп аталып келді, бірақ негізінен жеңіс табылған кездерде болды. Соның бірі Спитамен, яғни сол кездердегі сақтардан шыққан қолбасшы әрі бактерияда өмір сүрген. Сол жайлы болады. Әңгімемді бастамас бұрын комментарий, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Үлкен бір қолдау болады каналдың дамуына. Ал әңгімеңді бастайын. Біздің заманымыздан бұрын 334 жылы, яғни Александр толығымен сол кездердегі Дарий үшіншіні екі шайқаста жеңіп, яғни Персия империясын құлаған дәуір еді. Астанасын, басқа да қалаларын тонап толығымен жаулап алғаннан кейін сол кездердегі Бактрия, яғни Сагдиец қалаларына шабуылын бастайды. Жаулап алғаннан кейін көптеген халықтар бұны құтқарушы емес, үлкен жаулаушы екенін түсінген халықтардың бастары бірігіп, бұған қарсы партизандық соғыс басталады. Осы соғысты бастаған көшбасшысы Спитамен еді. Спитамен жайлы көптеген деректері жоқ, тек қана аңыз әңгімелер қалған. Сондықтан көптеген халықтар, яғни оны сагдиецтер дейді, кейбіреулер сақтар деп, әр халық өзінің батыры деп санайды. Жалпы кейбір ғалымдардың ойлары бойынша, яғни ол персиялық деп айтады, кейбіреулері тәшіктер өзіміздікі деп айтады, қазақ ғалымдары сақтарға жатқызып өзіміз деп әлі күнге қызу талқылауда. Бірақ осы Спитамен көптеген адамдардың басын қосып партизандық соғысын бастайды Александрға қарсы. Спитамен жақында Александр Македонскийдің жаулап алып кеткен қалаларын бағындырып бүлік шығарып, яғни сол кездердегі Сырдария мен Әмударияның жағасындағы 7 қалада бүлік толығымен жаулап алады. Бұны естіген Александр өзінің қолбасшылары сол кездердегі жинап ақылдаса келе 7 қаланың 5-ін өзі бүлігін басатын бол, ал қалған ірі 2 қаланы сол кезде Фарнух пен Кратерға тапсырады. Яғни Фарнухқа 2000 атты әскер мен жаяу әскер беріп, сол кездегі Маракандо қаласы басты. Сол жерде Спитамен болды, яғни Маракандоды, қазіргі Самарқандты, және Кратерға басқа қаланы тапсырады. Толығымен бүлікті басып, қалалардың өз билігін орнатқанмен астанасы Маракандо әлі де Спитаменнің қолында болды. Яғни сол кездерде Александрға қиын жағдай туады. Солтүстіктен, яғни сақтар жасақтары келіп, сақ патшасына ұнамайды, оның оңтүстік шекарасында Александрдың қалалары салып, бекіністер орнатылып жатқан. Сондықтан үлкен әскер келіп, екі жақтан қыспақта қалады. Яғни бір жағынан Спитамен, бір жағынан сақтары қолы. Сондықтан Александр ақылдаса келіп, Фарнухқа берген 2000 адам атты және 300 жаяу әскер жеткілікті Спитаменнің бүлігін басуға, ал басты қолымен сақтарға қарсы жорыққа шығады. Фарнух алдымен қаланы босатам деп келгенмен Спитамен қулыққа жүгінеді, яғни бұның алдында білет қандай қару-жарақтары бар және қандай тактика қолданатын. Сондықтан айдалаға алып шығады Фарнухты. Бұндай тактика көрмеген Фарнух негізі ол әскери тілмаш болып табылады. Сондықтан оған тек 2 офицер береді, ақылдасып бірге шешіңдер деп. Айдалаға тау етегіне шыққан Фарнухтар Спитамен биіктікте тұрып садақ оғын жауады. Сондықтан шегінуге тура келіп, өзенге қарай жағасындағы тоғайға тығылады Фарнух. Сол кезде Спитаменнің атты әскері екі жақтан шабуыл жасап, келесі жағасына шығам дегенше толығымен көзі жойылады. Бұны естіген Александрдың әрине ашуына қатты тиіп, әскерлері мен офицерлеріне бұл жеңіліс туралы тыйым салады. Кім айтады, өлім жазасына кесіледі деп. Өзі жақында ғана сақтар жеңіп келгенмен, яғни бүкіл қолды жинап, естіген Маракандоны қайтадан жаулап алатқан, яғни Спитаменнің Маракандоға барып, бірақ Спитамен бірден шегіне қояды шөлді далаға қарай. Басында Александр қуа бастағанмен Спитамен әрі қарай шегіне бастап, Александр тұзақ екенін түсінген және қулық екенін түсінгесін кейін қарай шегініп, Бактрия жерін жазалай бастайды. Яғни сол кездердегі қару ұстай білетін еркек бәрін қыра бастайды. Кейінгі римдік тарихшы Руфтың жазу бойынша жобамен 100 мыңнан астам адамды қырды деп. Осылай партизандық соғыс басталады. Александр не істерін білмей, өзінің қолбасшыларын жан-жаққа бөле бастайды. Александр кейін 6 қалада құрылысын бастайды. Яғни бүкіл қалаларда әр қолбасшы өз еркімен, өз еркіндігімен бекіне бастайды. Спитаменнің қайта шабуылдарына тойтарыс беріп, және өзінің Грециядан 20 мыңдай жаңа қол әскер алып келеді. Бір
қаланың түбінде кратермен үлкен шайқас болады Спитаменмен. Ол кезде кратер жеңіске жетіп, Спитамен кейін қарай бактерия қарай қашады. Бірақ көптеген жорықтарда жеңіске жеткесін бактериядан қайтадан үлкен қол жинап 4000-дай адаммен қайтып шабуылдарын бастайды. Кейін Спитамен түсінеді, үлкен бекіністер мен қамалдарды алмайтындай, бұрынғыдай емес, қамалдарды бекіндіріп, әрі адамның саны көбейген. Сондықтан үлкен бір шайқасқа шыққысы келіп, тағы бір қолбасшы Кенмен үлкен шайқаста болады. Сол кезде көптеген адамнан айырылған Спитамен кейін қарай қайтадан шегінуге мәжбүр болып, Кеннің қолынан шақ деп қашып шығады. Бірақ үлкен шайқастар мен жорықтардан әбден шаршаған өзінің айналасындағы қолбасшылар Спитаменді өлтіріп, Александр Македонскиймен келісімге келгісі келеді. Яғни сол кездердегі сагдиистер мен Бактриядағы сақтар қолбасшылары Александр Македонскиймен келісімге келеді. Сақтар патшасының қызына үйленеді, яғни Роксанаға. Осылайша үлкен келісіммен Александр Македонский тиімді болады. Жалпы Александр Македонскийдің қысқадағы өмірінде үлкен жаугершілік кезеңінде жалғыз Спитаменді айтуға болады. Үлкен қарсы тұрып, аз қолмен жеңістерге жеткен. Сосында Александр Македонский атын өшіруге тырысқанмен, аңыздармен көптеген оқиғалар біздің заманымызға жетті. Ерлігі жайлы Спитаменнің. Ағайын, каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, ой пікірлеріңізді жазып, әрі жан-жаққа таратсаңыздар каналдың дамуына жақсы. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет.